Сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сізге жүректі тербейтін, мағыналы әрі шытырман оқиғаларға толы ертегі ұсынамын. Егер сізге ұнаса, арнаға жазылып пікір қалдырыңыз. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Мансұр Батырдың ерлігі. Ертеде Жетісу өңірінде Қаратау мен Алатаудың арасында орналасқан Нұрлыбел ауылында Мансұр есімді ұл өмір сүріпті. Ол бала кезінен-ақ ерекше зерек, батыл әрі әділ болып өседі. Әкесі ауылдың құрметті ақсақалы, шешесі мейірімді, дана әйел екен. Мансұрдың балалық шағы табиғат аясында атқа мініп, садақ атып, ел аузындағы аңыз әңгімелерді тыңдап өтеді. Бір күні ауылға жоңғар шапқыншылары шабуыл жасап, елді тонап, адамдарды тұтқынға алады. Мансұр бұл кезде 16 жаста ғана болатын. Ол батырлықпен көзге түсіп, жауға қарсы тұрып, ауылдастарын қорғап қалады. Осы ерлігі үшін ауыл ақсақалдары оны батыр деп танып, батасын береді. Мансұр Батыр елін қорғау үшін алыс сапарларға шығып, түрлі халықтармен танысады. Ол сапарында әділетсіздікпен күресіп, әлсіздерге көмектеседі. Жолда ол Ержан есімді мергенмен және Айша есімді емші қызбен танысып, олармен достасады. Үшеуі бірге көптеген қиындықтарды еңсеріп, елге оралады. Мансұр Батыр елге оралғанда ауылдастарын біріктіріп, қорғаныс жүйесін құрады. Ол жастарды жауынгерлікке үйретіп, елдің тыныштығын қамтамасыз етеді. Оның әділдігі мен батырлығы ел арасында аңызға айналады. Мансұр Батырдың ерлігі мен әділдігі елге тыныштық пен бірлік әкеледі. Ол өмірінің соңына дейін елін қорғап, халықтың сүйіспеншілігіне бөленеді. Сау болыңыз, ардақты оқырман. Егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізге жол тапса, арнаға жазылып, қолдау білдіріңіз. Келесі әңгімелерде кездескенше,